аварийка сосын поворотник жасамайды. Өзінде аварийка поворотникке сосын замок зажиганиеге жауап беретін реле управление, блок управление, в общем, контактілері жанған. Вот, екі контакты жанған. Мында вот мына платаның өзінде мынандай қылып дорожкалар жанған. Бұл уже как-то сіздің поворотник либо аварийкіңізде бір лампочка, если 24 вольттық салсаңыз, в основном мына кейбір адамдар 12 вольттық лампочканың орнына тұрады, 24 вольттық лампочка салады да, ұзақ уақыт күймей тұрады деп. Ол негізі қате түсінік ол. 12 вольт па 12 вольт салу керек, 24 вольт па 24 вольт салу керек. Так, бізде, в общем, жұмыс аяқталды, көлікті қыздырып қойдық қазір. В общем, мәселе бізде міне мынандай қылып реле жалғады, универсальный поворотниктің релесі. Сізге 30 мыңға мынаны алған дұрыс па, әлде болмаса 2500 теңгеге мынандай міне поворотниктің универсальный релесін алған дұрыс па? Вот енді өзіңіз ойлаңыз. И сосын осы өткендегі алдында біздегі фотонда осы жерінде дейтін зилдің поворотниктің релесі тұрды. Так, ол жерде 12 провод. Так, оның бәрін жалғап керек емес міне. Өзінде міне заводской мына жерде 3 проводқа жалғанады. Мына универсальный реле. Вот. Мәселе осындай. Артық лишний зат жалғап керек емес. Заводтан өткен ақылды емессіз ғой. Главный жұмыс жасау керек. И сосын қолдан келгенше безотказный жұмыс жасау керек. Вот біздер осы мақсатта жұмыс жасаймыз. Бәріңізге рахмет. Бізде қазір поворотник, аварийка, тормоз бәрі жасап тұр.